Заңды некенің бұзудың жолдары және қай сотқа жүгінеді, қайда жүгінеді? Кейбір жағдайларда жауапкердің тұрғылықты жері бойынша да беріледі. Баланың тұрғылықты жерін анықтау қалай жүргізіледі? Әкесімен тұрса да, анасымен тұрса да, қай жерде тұр, сол жерде сот қарайды. Бала анасында немесе әкесінде қалған жағдайда алименттің қалай алудың жолдары? Балаларына сот белгілеген мөлшердегі алимент төлемей жатқан болса, оған шектеу шаралары жасалынуы мүмкін. Осындай мүліктер ортақ мүлік болып танылы ма? Кәмелет жасқа толмаған балаларды тұрмыстық үй-жаймен қамтамасыз ету әкенің, ананың негізгі міндетіне жатады. Мына атасы мен әжесінің балаларға араластырмау керек. Араластырмау керек, иә. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл заң KZ Тілеужанмен деген бағдарлама. Бұл жобаны ашудың мақсаты осы көптеген халықтың сұрауы бойынша заң жағынан кеңес алу үшін осы жобаны ашуға тура келді. Бүгінгі осы жобаның алғашқы қонағы Алматы қаласы адвокаттар алқасының адвокаты Нұрбол Мұхтарұлы біздің студиямызға келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы күн баршаңызға. Қазіргі осы көптеген сұрақтардың басым бөлігі отбасылық жағдайларға байланысты, өзінің көп жағдайда құқықтарын білмейтін, міндеттерін білмейтін отбасылар бар, соларға байланысты осы бүгінгі тақырыпты алып отырмыз. Енді мен сізге осы сұрақтарға байланысты алғашқы сұрағымды қояйын. Сол жағын түсіндіріп өтсеңіз халыққа. Заңды некенің бұзудың жолдары және қай сотқа жүгінеді, қайда жүгінеді, сол жағын халыққа түсіндіріп айтып жіберсеңіз. Сұрағыңыз өте орынды. Қазіргі таңда отбасы институтында бізде осы некені бұзуға қатысты өте істер көп, өкінішке орай. Некені бұзу ол жалпы осы некені бұзуға арыз бергісі келген адамның тұрғылықты жері бойынша берілуі мүмкін. Бірақ кейбір жағдайларда жауапкердің тұрғылықты жері бойынша да беріледі. Бірақ кейде мына кәмелет жасқа толмаған бала егер өзімен бірге тұратын болса, егер арыз берушімен бірге тұратын болса, сол өзінің тұрғылықты жеріндегі сот арқылы некені бұзуға талап арыз беруге құқығы бар. Баланың тұрғылықты жерін анықтау қалай жүргізіледі? Өкінішке орай өте ауыр жағдай. Әрине отбасылар, ерлі-зайыптылар ажырасуға шешім қабылдағаннан кейін, егер ортада кәмелет жасқа толмаған балалар болатын болса, сол баланың тұрғылықты жерін анықтауға тура келеді. Көп жағдайда бізде енді бұл баланың тұрғылықты жерін анықтайтын сот, ол мамандандырылған кәмелет жасқа толмағандар соты болып есептелінеді. Кәмелет жасқа толмаған балалар қай жерде тұр, сол жердегі кәмелет жасқа толмағандар іс жөніндегі мамандандырылған соттар қарайды. Кейде адамдар ойлауы мүмкін, жауапкер тұрған жер сот қарайды, немесе басқа сот қарайды, немесе жаңағы қай жердің соты қарауы мүмкін деген сұрақтар мазалауы мүмкін. Бұл жерде бірақ нәрсе, кәмелеттік жасқа толмаған балалар әкесімен тұрса да, анасымен тұрса да, қай жерде тұр, сол жерде соты қарайды. Балалардың мнениесі, пікірлері ескеріле ме сот барысында? Әрине, қанша жастан бастап ескеріледі? 10 жастан бастап ескеріледі. Осы балалардың тұрғылықты жерін анықтау барысында істі сот қараған кезінде бұл бірнеше мәселелер басты назарда болады. Бірден айта кету керек, әкесінің немесе анасының әлеуметтік жағдайы, яғни материалдық жағдайы балаларды бөлгенде артықшылық болып есептелмейді. Ол жерде біріншіден сот, ол екеуінен балаларды әркім өзіне алғысы келеді ғой. Біріншіден балалар тұратын жерді тексереді. Сол жердің актісін, тұрмыстық жағдайын тексереді. Сосын мамандардың қатысу, мамандардың пікірлері ескеріледі. Олар педагогтардың пікірлері, психологтардың пікірлері. Ал егер бала 10 жастан толып және одан жоғары жаста болатын болса, баланың да пікірі ескеріледі. Ескеріледі. Сосын ата-анасының табыс көзі анықталуы мүмкін. Және ата-анасының әрекетке қабілеттілігі, денсаулығы, оның жаңағы жұмыс істеуі, ешқайда есепте тұрмауы, осындай сұрақтар
шешуші рөл атқаруы мүмкін. Олардың үй жайы бару маңызды ма? Үй жайы болуы маңызды ма? Енді тұрғылықты жері болуы маңызды, бірақ ол жекеменшікте ме, жалдамалы ма аса қатты маңызды рөл ойнай қоймайды. Ең бастысы сол жаңағы тұрып жатқан үйдің иесінің жаңағы жалға алса да келісім болса, ондай жағдайда баламен тұрған қарсы емес болса, онда мүмкін да. Енді осы жерде орай келгенде айта кету керек. Кәміл жасқа толмаған балалардың тұрғылықты жерін анықтау барысында енді көп жағдайда балалардың жасы кіші болса, яғни 10 жастан төмен қарай болса, анасымен көп жағдайда анасымен қалдырып жатады. Баламен кездесу тәртібі қалай жүргізіледі? Егер баланы алмай, мысалы жарайды, әкесі анасында қалай берсін дейді балаларды. Бірақ баланы көріп тұрайын десе, оны анасы бермей жатады. Сондай жағдайда не істеу керек? Бұндай жағдайда өзара келісе алмайтын болса, онда әкесі немесе анасы баламен кездесіп келген тарап, ол сол балалар тұрған жердегі қамқоршы қорғаншы бөліміне өтініш жасай алады, баламен кездесу кестесін бекітіп беру туралы. Сол жердегі уәкілетті орган, яғни қамқоршы қорғаншы органы анасын немесе әкесін баламен кездесу кестесін бекітіп береді. Сол кестеге сәйкес баламен еркін кездесіп, оқшау кездесуге мүмкіншілік болады. Егер де көп жағдайда көріп жатамыз, бұл жаңа кестеге келіспей жатады екі тарапта. Бұндай жағдайда қалай шешу керек? Бұндай жағдайда әрине бұл жағдайда шешу мүмкін болмаса, онда сотқа осы кестені уақытты белгілеп беруді сот арқылы шешу. Сот арқылы кестесін жасау жағын сотқа жүгіну керек, иә? Ал енді айтыңызшы, мына бала енді ажырасқаннан кейін бала анасында немесе әкесінде қалған жағдайда алименттің қалай алудың жолдары, ол алименттің мөлшері қанша көлемінде төленеді, қанша балаға қанша төленеді, сол жақтарын толығырақ айтып кетсеңіз. Анасы немесе әкесі өзімен бөлек тұратын балалар үшін алимент төлеуге міндетті. Ол енді барлық табыс көзінен, егер бір бала болатын болса, барлық табыс көзінің 4/1 бөлігі. Егер 2 бала болатын болса, онда 3/1 бөлігі. 4 немесе 3 немесе одан да көп балалар болатын болса, бүкіл табысының 50% алимент ретінде 2/1 бөлігі алимент ретінде төленуге. Қанша 18 жасқа дейін ба сол кәмелет жасы? Алимент төлеу жасы негізі 18 жасқа дейін, бірақ бала 18 жасқа толғаннан кейін жоғарғы оқу орындарына күндізгі бөлімге оқуға түсіп жатса, 23 жасқа дейін немесе сол оқу орнын бітіріп шыққанға дейін алимент төлеу жүргізіледі. Түсінікті. Айтыңызшы, мына азаматтық некеде болған азаматшалар балаларына алимент ала ма? Әрине, алуға құқығы бар. Қандай жағдайда құқысы бар? Енді көп жағдайда айтып жатады, некеміз жоқ, заң неке отырмағанбыз дейді. Мысалы, баланың әкелігі танылған ба, танылмаған ба, соған да маңызды ма? Маңызды. Кейде егер әкелік танылған болса, онда кәдімгі заңды некеде тұрған талапкерлер секілді осы құқықты пайдаланады, сотқа алимент өндіру туралы талап арызбен жүгінуге құқығы. Алимент неше күнде шығады? Енді 3 күнде шығады. Енді кейде адамдарда сұрақ туындап жатады. Алиментті өндіру үшін сотқа талап берудің 2 жолы бар. Біріншісі сот бұйрығын шығару туралы, екіншісі алимент мөлшерін анықтау талап арызы. Кейде адамдар айтып жатады, сот бұйрығы тез бұзылады, талап арызбен өндірсем қалай болады деп. Бірақ енді көп жағдайда сот бұйрығын шығартқан тез және ол оңай жүзеге асады. Енді мысалы көп жағдайда сот бұйрығымен келіспей борышкерлер оның күшін жойып жатады. Ондай кезде әрі қарай қайтадан алимент қалай алуға болады ол жолдары? Ол кезде келіспей бұзылып жатқан кездерде алимент мөлшерін анықтау туралы сотқа талап арызбен жүгінуге болады. Сотқа талап арыз беріп, алимент өндіру туралы шешім шығартуға болады, иә? Енді бұл ажырасу мәселелерінде өте жанға ауыр тиетін жағдайлар өте көп. Бірақ енді кейде мынандай жағдайлар болады. Өзіңіз енді сол істерді қарап жасап жүрсіз ғой. Көпшілікке айта кету керек деп ойлаймын. Кейде отбасылар, ерлі-зайыптылар қосылғаннан кейін арада мүліктік дау болмаса, немесе балалар, кәмелет жасқа толмаған балалар болмаса, бұл некені бұзудың оңай жолы сотқа бармай-ақ, жаңағы тіркелген өздерінің тұрғылықты жер бойынша немесе
жаңа заңды некелерін тіркеген ақаш бөлімдеріне Ахат барып, бөліміне де екеуі де өзара келісіп некені бұзамыз дейтін болса, сотқа бармай-ақ некені бұзуға бұзуға болады. болады. Ал енді ол жерде Ахат бөліміне егер де жаңағы екінші жұбайы келмеген жағдайда қалай атқарылады? Енді ақаш бөліміне тараптардың бірі келмей қалған жағдайда немесе барудан бас тартқан жағдайда ол ақаш бөлімі сотқа жүгінуге жолдама береді. Сол жолдама арқылы әрі қарай сотта да іс қарауға болады. Сосын мына көптеген сұрақтардың бірі, енді алиментті өндіру туралы соттың бұйрығы шықса да көп жағдайда сот орындаушылар жұмыс атқармайды дейді. Ондай жағдайда не істеуге болады? Көрерменге түсінікті болу үшін. Бұндай жағдайда енді бұл алимент өндіріп алумен өзіңіз белгілі сот орындаушылары айналысады. Егер бұдан нәтиже шықпай жатқан жағдайда олар өздерінің сот орындаушылар мәртебесі туралы заңға сәйкес жасайтын іс-әрекеттері бар. Кейде өкінішке орай осы іс-әрекеттерді сот орындаушылар жасамайды. Дұрыс атқармайды өзінің міндеттерін дұрыс атқармауының салдарынан алимент өндірілмей қалуы мүмкін. Егер осындай жағдайлар белең алған жағдайда сот орындаушысының әрекетіне шағым жасауға болады. Прокуратура органдарына, әділет органдарына шағым жасауға болады. Қазір мына бізде осы 2021 шілде айынан бастап әкімшілік сот ашылды. Мамандандырылған әкімшілік соты. Яғни ол сот көбінесе осы сот орындаушылардың немесе мемлекеттік органдардың іс-әрекетіне шағым беруге сот ашылды. Сол сотқа да жүгіруге болады дейсіз ғой. Иә. Сосын мына көп жағдайда мына алименттің тағы екінші түрі бар ғой. Мысалы, жұбайына алимент өндіру дейді. Енді жұбайы босанғаннан кейін баласымен үйде отырады, бала күту демалысында отырады, 3 жылға дейін бала күтеді. Екінші жұбайы оған алимент төлеуге заңда көрсетіледі. Оны қалай жүзеге асырылады, оны қалай алуға болады? Соны кішкене түсіндіріңіз. Өте дұрыс айтып отырсыз. Ерлі-зайыптылар өкінішке орай деп айтайықшы, егер ажырасып жатқан жағдайда балаларының ішінде 3 жасқа дейінгі балалары болса, немесе ол жүктілік кезеңінде болса, ол бала туылып 3 жасқа жеткенге дейін келесі зайыбының бірі сол жүкті жұбайына алимент өндіруге 30 айлықтық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айлық алимент өндіруге сотқа талап арызбен жүгінуге құқығы бар. Сотқа талап арыз беріп? Сот оны талап арызы қарап, жұбайының табыс көзінің барлығын анықтап, 30 айлықтық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде алимент тағайындап беруі мүмкін өндіруге. Сот барысында көп жағдайда енді бұндай мөлшерлерін сот белгілейді ғой. 30% 30 айлықтық есеп көрсеткіш па 20 ма мөлшерін сот анықтайды. Қандай оғанда табыс көзін тексереді дейсіз ғой. Бұл айта кету керек, бұл балаларға төленетін алименттен бөлек жұбайына төленетін. Бала 3 жасқа дейін күтіп отқан үшін, бала күтуде демалысында отқан үшін төленетін. Сосын мына бізге келіп жатқан сұрақтардың көбісінде енді мысалы жолдасы алимент төлемейді екен, ондай жағдайда әкелік құқығынан айырысы келеді. Ондай жағдайда қандай тәртіппен қалай жүгінуге болады? Қалай айыруға болады деген. Сондай тағы да енді неке отбасы туралы заңның 75-ші баптарында көрсетілген ғой тәртіптері. Соны енді толығырақ айтып кетсеңіз. Біріншіден, егер ол балаларына сот белгілеген мөлшердегі алимент төлемей жатқан болса, оған шектеу шаралар жасалынуы мүмкін. Жүргізуші куәлігінен айыру, шетелге шығуға, Қазақстаннан тыс жерлерге шығуға тыйым салу, аумағынан шығуға қосымша осындай шектеу шаралары қолдануы мүмкін. Сонымен қатар ол әдейі жалтарды деп есептеген жағдайда әкімшілік қамаққа алу жазалары тағайындалуы мүмкін. Енді тіптен төлемей жатқан болса, оны балаларына өзінің міндетін, алиментке байланысты міндетін орындамай жатыр деп әкелік құқықтан айыруға сотқа талап арызбен жүгінуге құқылы. Яғни бұны қандай соттарға жүгінеді? Енді соттың түрі көп қой. Онда әкелік құқығынан айыру туралы. Енді бұл жерде жаңағы кәмелет жасқа толмаған балалардың мүддесі тұрған екен, мамандандырылған кәмелет жасқа толмағандар жөніндегі соттарға жүгінуге болады. Неке отбасы туралы заңның 75-ші бабында енді әкелік құқығынан айыру деп
көрсетілген білеміз. Енді заңда да сол 76-шы бапта да көрсетілген әкелік құқығынан айыру туралы істердің барлығы осы сот арқылы шешілуге болады деген. Түсінікті. Енді сіз тағы сұрақтардың бірі ортақ мүлікті бөлудің жолдарын, оның мөлшерін қалай белгілейді, қалай есептеледі. Енді бұл ерлі-зайыптылар ажырасып жатқаннан кейін енді ортақ мүліктерін бөлгісі келеді. Солардың тәртібі қалай? Мына сұрақтардың көбісі осындай болып жатыр. Әрине ерлі-зайыптылар олар отбасын құрғаннан кейін өздерінің табыстары бар, бірге дүние мүлік жинайды. Өкінішке орай некені бұзғаннан кейін ортақ мүлікті және дүниені, былайша айтқанда, сосын ортақ қарызды, несиені теңдей бөлуге олар несиені болады, несиені де, қарызды да, мүлікті де, оның ішінде жылжитын мүлік, жылжымайтын мүлік, есеп шоттардағы ақша қаражаттары, тіптен қазір зейнетақы қорындағы өз мөлшерінен алуға болатын артық соманы да тіптен бөлуге болады. Оның барлығын әрине сот бөліп береді. Сотқа жүгінуге арқылы. Енді оның мысалы құнын қалай анықтайды? Енді мысалы сотқа талап арыз берген кезде көп жағдайда ол жаңағы мүліктің құнын анықтау керек. Құнын анықтап, сол құнынан жаңағы өзінің үлесін сұрайды ғой. Иә, көп жағдайда енді былай деп айтсақ болады. Ерлі-зайыптылардың отбасындағы құқығы 50-50. Ол балаға да 50% құқылы, мүлікке де 50%, қарызға да 50%. Көп жағдайда сот бұны тең жартысын береді. Ол үшін бірінші біз сотқа жүгіну үшін мүліктің құнын анықтаймыз, бағалаймыз. Бағалаған құнынан өзіміздің 50% тең үлесте өндіруді сұрауға толық құқық бар. Енді осы жерде тағы бір заңды сұрақ туындайды менің ойымша. Ерлі-зайыптыларға қандай мүліктер немесе қарыз несиелер ортақ деп жаңа анықталады. Олар некеге тұрғаннан бастап пайда болған мүліктер, яғни бірге жинаған мүліктер, ортақ мүліктер. Немесе некеге тұрғаннан кейін, заң неке тіркелгеннен кейін барып алған несиелер мен қарыздар ортақта бөлінуі мүмкін да, ол кезге дейінгі немесе некені бұзғаннан кейінгі мүліктер болған жатпайды. Кейбір себептерге байланысты ол дәлелденген жағдайларда болмаса, оны айта кету керек. Содан кейін бұл жерде тағы да балалар кіммен қалады? Мүліктің кейде мөлшері, егер бір жылжымайтын мүлік сатып алса, ол жерде балалардың үлесі бар болса, сатып алған кезде балалардың да үлесі бар екендігі құжаттарда рәсімделсе, мүлікті бөлген кезде кәмелет жасқа толмаған балалар әкесі мен анасымен қалғандығына қарай оның мөлшері анықталуы мүмкін. Енді мына жерде енді көп жағдайда ол көрсетілмей қалып жатқан жағдайда ерлі-зайыптылар ортақ мүлкін бөлген кезде балалардың да үлесін мысалы алғысы келеді. Енді мысалы әйел азаматшалар көбінесе енді бала бізде қалады, ол неге 50%-ын алады, біз бүткіл бала-шағамызбен жабылып жүріп 50%-ын біз не үшін алуымыз керек, неге балаларға да бөлінбейді деген сияқты сұрақтар болады. Сол жағын айтсаңыз, енді мысалы қандай жағдайда балаларда үлесін алуға болады? Мысалы жаңағы заңдарда енді көрсетілген ғой, егер де жаңағы тұрақты табыс таппаса, мысалы жолдасы ешқандай жаңағы табысты керісінше осы отбасына қатысты емес шығындарға жұмсаса, ішімдік ішіп жаңағы учеттар бірдеңе жаңағы психодиспансер тұрып жатса деген, сондайда балалардың үлесі анықталады деген, сол тағы толықтырып айтып кетсеңіз, қандай жағдайда тағы балалардың да үлесін алуға болады? Біріншіден, жаңағы мүліктің құжаттарында, әсіресе жылжымайтын мүліктерде, мұраға, сыйға тартылған мүліктерден бөлек көп жағдайда сатып алынған мүліктерде балалардың үлесі сол баста мүлікке меншік иесі ретінде пайда болған кезден бастап балалардың үлесі сол жерде көрсетілген болса, онда міндетті түрде сол жерде көрсетілген балалардың үлестері бөлінген кезде ол балалардың үлесі ретінде автоматты түрде бөлінеді. Иә. Енді осы мүлікке қатысты көптеген мәселелер туындайды. Кейде осы некені бұзу сот процесі басталып жатқан кезде, немесе ерлі мен зайыптылардың арасында ұрыс-керіс басталып жатқан кезде, ері немесе әйелі алдын ала дайындалып, сол мүліктерді
сатып жібереді, басқа біреудің атын аударып жібереді, немесе ондай жағдайлар болады. кепілге банкке қойып жібереді, сондай жағдайларды орын алып жатады. Бұндай жағдайларда егер ол әдейі мүліктен ортақ мүлікке ертең сотта бөлінбеу үшін құртқан алдын ала дайындалғаны анықталған болса, ол мүліктер кейін кері қайтарылып тең мүлік ретінде сотпен бөлінеді. Енді көп жағдайда сондайды көріп жатамыз. Ерлі-зайыптылар енді ажырасатын кезде өзінің мүлкін ортақ мүлік екенін біле тұра қасақана біреулердің атына аударып қойып жатады. Таныстардың атына, бауырлардың атына, әке-шешесінің атына аударып қойып жатады. Сондай жағдайда жаңағы сотқа талап арыз беріп, ол жаңағы аударудың негізгі құжатын, сатып алу шарты болуы мүмкін, сыйға беру шарты мүмкін, оның күшін жойып, бастапқы жағдай келтіруге болады дейсіз ғой. Осы мүлікке қатысты сұрағыңызда мынандай бір ой туындап отыр. Кейде өкінішке орай заңды некеге тұрғаннан кейін, жалпы үйленгеннен кейін, белгілі бір уақыт өткеннен кейін кейде тіптен ортада бала болмай жатып та ажырасып кетіп жатады. Сол кезде көп жағдайда мына қыздарымыздың артынан келген тірліктерін, заттарын бермей жатады. Қалай алсақ болады деп жатыр. Енді өкінішке қарай соңғы кездерде осы қыз жасауын алу, талап ету туралы талап арыздар сотқа түсіп жатыр. Өкінішке орай. Енді бұндай жағдайда жаңағы артынан келген тірлігін бермей жатқан болса, өз еріктерімен онда сотқа талап арыз арқылы қыз жасауын қайтару туралы талап арызбен де жүгінуге құқығы бар. Өкінішке орай осындайда бір кеңес беруге келіп отырмыз осы заманда қазір. Жаңағы заңды некеге отырмай ортақ мүлікті бөлуге бола ма? Енді мысалы көп жағдайда ерлі-зайыптылар үйленген кезде азаматтық некеде тұрады да, енді ортада той жасалады, бала дүниеге келеді, содан кейін үй сатып алады, жер сатып алады. Мысалы, енді жаңағы бөлісуге кейін ары қарай тіл табыса алмай ажырасып жатқан жағдайлар болады. Сондай кездерде мысалы жолдасы айту мүмкін екінші жақтың, біз заң некеде болмағандықтан бұл мүлік ортақ мүлік саналмайды деп. Осындай жағдайда қалай атқаруға болады? Өте жиі кездесетін жағдай. Бізде азаматтық кодексімізде заңды фактілерді анықтау деген түсінік бар. Яғни ол заңды некеде болмаса да олардың үйленгендігі, бірге тұрғандығы, балалы болғаны, барлығы заңды факт болып есептелінеді да. Егер осының барлығын ол дәлелдей алатын болса, қандай да бір фото, видеомен, куәгерлермен, қандай да бір құжаттармен сотта дәлелдей алатын болса, осы үйленгеннен кейінгі бірге жинаған мүліктердің барлығын бірінші ортақ мүлік деп тануға толық. Бірінші сотта ортақ мүлік тану ретінде талап арыз беріп, оны сот шешімімен ортақ мүлік деп шешім шығартып алу керек та. Одан кейін соны бөлуге бөлу туралы талап қойса болады. Қайтадан сотқа бөлу туралы талаппен жүгінуге болады. Сосын мына көп жағдайда ерлі-зайыптылардың жаңағы некеде тұрған кезінде болсын, некеге дейін болсын, жаңағы қандай мүліктері ортақ мүлік болып саналмайды. Мысалы, әкесінен мұраға алып жататын мүлік, немесе ол адамға сыйға беруі мүмкін бөтен біреуден. Осындай мүліктер ортақ мүлік болып таныла ма? Жоқ, ортақ мүлік болып танылмайды. Сотқа некеге дейін, заң некеге отырмай тұрып, бойдақ кезінде алынған мүліктер, бұлардың бәрі ортақ мүлік саналмайды ғой? Саналмайды, Сосын мына жеке тұтыну заттары бар ғой. Киімі, жеке тұтыну заттары, алқалары, бұлар да ортақ мүлік ретінде саналмайды. Енді осындай сұрақтар көп туады да, енді үйі бар, күйеуімнің бөлісейін деп едім дейді. Мысалы, заңның талабы бойынша ол жаңағы сыйға берілгеннен кейін әке-шешесін бірақ алғаннан кейін ол бөлісуге жатпайды, Сосын тағы бір сұрақ, мына жерде көбісі мысалы ерлі-зайыптылар ажырасқан кезде енді ортақ мүліктері жоқ, бірақ енді жаңағы жолдасының көп жағдайда жаңағыдай сыйға алынған, немесе әкесінен қалған мұраға үйлері болады, бірнеше үйлері болады, бірақ баласына деген осындай үймен қамтамасыз жасауға қауқарсыз болады, жасағысы келмейді былай айтқанда. Ондайда бізде балалар туралы заңда көрсетілген 25-ші бапта. Енді осы жағын кішкене түсіндіріп айтсаңыз халыққа. Міндетті ма әкесі, ата-анасы баланы үймен қамтамасыз жасауға? Кәмелет жасқа толмаған балаларды тұрмыстық үй-жаймен қамтамасыз ету әкенің, ананың негізгі міндетіне жатады. Егер ол жаңағы әкесінің бірнеше немесе анасының бірнеше үйі бола тұра кәмелет жасқа толмаған балаларын қаңғыртып жіберіп жатса, ол жерге тұрмай
бұны жаңа үймен қамтамасыз, тұрғын үй жайы бар ғой, сондықтан әдейі жалтарып жатыр деп, соны балаларын тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы сотқа талап арызбен жүгінуге болады. Сол арқылы жаңа баланы тұрмыстық үймен қамтамасыз міндеттеуге де болады. Иә, енді өкінішке орай қазір осы некені бұзу, балаларды бөлісу, мүлікті бөлісу, қарызды бөлісу дегеннің барлығы, өзіңіз білесіз, көп жағдайда айқай-шумен, соттың шешім шығарумен бітіп жатады. Бұл мәселенің ең тиімді шешу жолы негізі өзара татуласу, өзара келісіммен шешу ғой. Осы жағдайда тағы да некені бұзу, баланы бөлісуге байланысты тағы зардап шегетін үшінші тарап бар. Ол балалардың ата-апалары, ата-әжелері. Екеуі екі жаққа бір-біріне ренжиді, жаңағы ұрсады, екіге бөлініп кетеді, балаларды да бөліп алады. Бірақ бізде қазақта өзіңіз білесіз ғой, ата-әжелер немерені бауырына басып өсірген, олардың немересін баласынан да артық жақсы көреді. Иә, апасының, атасының баласы болады, қойындарын алып жатады. Кім баласын десе, атам, апам баласын дейді. Бірақ олар ажырасқан кезде ол анасымен кетіп қалуы мүмкін, немесе әкесімен бөлініп кетуі мүмкін. Сол жақта екі жақтан да нағашы ата-әжесі, өзінің қандас ата-әжелері бұл кезде қатты зардап шегеді, өкінішке орай. Сондықтан осы енді тек қана ата-әжесі ғана емес, немерелері де ата-әжесін сағынады. Сосын олар жаңағы сіз басында айтып кеткендей, сотпен немесе қамқоршылық қорғаныс бөлімімен кездесу графигін жасап қояды. Ол өте негізі тиімсіз нәрсе. Соттасу, бұл график белгілеу. Ең тиімді нәрсе, ерлі зайыптылардың көңілі жараспаса да, балаларды басқа ата-әжесімен туыстық қатынастарды, әкесімен немесе анасымен туыстық қатынастарды үзбеу керек. Сондықтан бұл нәрсені өздерінің жеке бастарын атасының, әжесінің балаларға араластырмау керек. Араластырмау керек, иә. Олар туыстық қатынасын үзбейтіндей өзара келіскен ең дұрыс жол. Ажырасқаннан әрине ол ажыраспай өмір сүру бала үшін өте жақсы. Анасы мен апасы. Толыққанды семьяда өмір сүргісі келеді балалар. Ал егер ондай болмаған жағдайдағы ең дұрыс жол осы туыстық қатынасты үзбейтіндей келісіммен жасалған дұрыс. Бітімгершілік жолмен осылай шешкен жақсы дейсіз. Иә, баланың психологиясына, дамуына ол кері әсері көп болмайды. Дұрыс айтасыз. Енді балалар бұл жерде емін-еркін екі жақта жүру керек дейсіз ғой. Иә. Балаға әсері болмау керек. Ата-ананың реніші балаларға әсер етпеу керек. Иә. Жеке басының мәселесін ол балаларға араластырмау керек дейсіз, иә? Осы жағдай, осы қадамға барудың орнына біздегі кейде ерлі зайыптылар баланың өзіне қалғанын пайдаланып, оны қару ретінде ұстанады да. Иә. Көрсетпеу арқылы кек алу ретінде. Атасына жетсе. Иә, олар ойлайды, мына екінші тарап көрмегеннен сағынып, зайығып, зардап шегіп жатыр деп ойлайды да. Шын мәнінде балалар да оны көргісі келіп жатыр. Балалардың несін. Сондықтан ол екі жақты да балаларды құрал ретінде ұстап, кек қайтарудың құралы ретінде ұстап, екі жақты да қинайды. Бұл негізі дұрыс емес. Дұрыс емес. Өте керемет жауап беріп жатсыз. Енді көптеген сұрақтарға жауаптар жақсы берілді деп ойлаймын. Тағы бір сұрақтың мына жерде реті келіп жатыр. Енді мысалы ерлі-зайыптылардың көбісі мысалы бірнеше жылдан бері бала көтере алмай, бала сүю арманы болады, бірақ өкінішке орай ондай бала сүю мүмкіншіліктер болмайды. Сол кезде мысалы бала асырап алудың тәртібі қалай? Енді мысалы біз білеміз, енді көп жағдайда екі тәртіппен, жалпы тәртіп дейді, туыстық қатынас тәртібі дейді. Енді мына көрермендерге түсінікті болу үшін осыны түсіндіріп кетсеңіз. Сіз айтқандай жаңағы туыстық тәртіппен ол кішкене оңайлау болады. Себебі бала асырап алғысы келген адам өзінің ағасынан, інісінен, әпкесінен, бір туғанынан бір баласының қызын асырап алғысы келеді және барлығы өзара келіседі. Бұл жағдайда бұл оңайлау жолы. Бұл енді туыстық қатынаспен алудың оңайлау жолы. Оңайлау жолы. Сотта да бұл оңайлау қаралады. Иә, сотта шешім шығарғанда оңай қанағаттандырады талаптарын. Өйткені енді өзінің бауырынан, туысынан алатын болса, олар келісіп тұрса, оның жаңағы өзінің туған інісіне алатын болса, оны әйелі келісіп тұрса, барлығы келісім болатын болса, сот онда қанағаттандыруға мүмкіншілік көп дейсіз ғой. Ал мына енді жалпы тәртіптің
кішкене халыққа түсінікті болу үшін ережелері қалай, жолдары қалай? Енді бұл жерде де мәселе көп қой. Бірінші бала асырап алғысы келген адам ең бірінші мына қорғаншы қамқоршы бөліміне барып, ол жерден өздерін қорғаншы кандидат ретінде ұсынады. Біз осылай бала асырап алу адамдардың тізіміне тіркеңіз. Оның денсаулығына байланысты тұратын жері, табысы, жұмысы, ақыл есі туралы барлығы, соттылығы туралы мәліметтердің барлығы беру керек болады. Сосын қазір енді жаңа бала асырап алу үшін арнайы курстан өту керек болады. 3 айлық курстар бар, сертификат алу керек дейді. Осылардың барлығынан өту керек. Содан кейін олар енді қалаған баланы таңдап ала алмайды, балалар үйіне барып, сол жердегі балалар үйінде кезекке тұрады асырап алуға. Кезек келген кезде ғана барып таңдап алады. Бұл таңдап алған кезде, егер ол жерде бір әке-шешеден туылған балалар болса, бауырлар, оларды екі бөлек асырауға бермейді. Оларды не бірге асырап алу, бөліп жармау керек. Бөліп жармайды олар. Сондықтан осындай мәселелер бар. Ол барлығын таңдап болғаннан кейін барып сотқа жаңағы асырап алу туралы баланы талап арыз береді. Сосын ол сотта қаралады. Егер заңға қайшы келмейтін жағдаяттар болса, талап ережелер бәрі орындалған болса, талапқа сай келіп берсе, онда баланы асырап алуға мүмкіншілігі бар. Бұл әрине өте күрделі процесс. Неке отбасы туралы заңның 95-ші бабында 10 жасқа толған баланың міненесі ескеріледі дейді. Бұл жерде қандай мінене? Ол баланың мысалы асырап алушыларға көңіл тола ма? Сол жағын кішкене түсіндіріп өтсеңіз. Кейде ересек оннан асқан балаларды асырап алу ықтималдығы болуы мүмкін. Бұндай жағдайда баланы сол асырап алып жатқан ата-аналарға бала болып барады ма, бармайды ма? Баланың ойын біледі. Баланың ойын, пікірін біледі. Міндетті түрде ескеріледі. Қарсы болмаса ғана рұқсат береді, қарсы болған болса онда рұқсат етпейді. 10 жасқа толғаннан кейін. 10 жасқа дейін оның міненесі ескерілмей. Ол мамандардың, педагог оқытушылардың, психологтардың қорытындысына сәйкес асырап ала береді. Асырауға болады. Соттың шешімімен асырап алуға болады. Нұрбол Мұхтарұлы, енді сіз алтындай уақытыңызды бөліп, біздің енді оқырмандарымыздың көптеген хаттарына, көкейде жүрген сұрақтарына жауап беріп отырсыз. Өте түсінікті, және де осы өзіміздің көрермендеріміз, оқырмандарымыз өзіне керек мағлұматтардың бәрін осы біздің сұхбатымыздан алады деп ойлаймын. Сізге енді әрқашанда жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Жұмысыңыз алға баса берсін, биік белестерден көріне беріңіз. Сізге көп-көп алғысымызды білдіргіміз келіп отыр. Рахмет. Енді мынау қолға алған осы жұмысыңыз өте мен қуанып отырмын. Себебі өзіңізге белгілі, біздің Қазақстанда қазақ тілді қорғаушы адвокаттар өте аз. Сонымен қатар жоқтың қасы десек те болады. Жоқтың қасы десек те болады. Сонымен қатар бізде халықтың ішіндегі қазақ тілді адамдарға заңдық кеңесті қазақ тілінде алуда қазір аса бір қолжетімді емес. Қиындау болып жатыр. Осы заманның талабына сәйкес, осы алыс екі ортаның жақындатып, арасына көпір салып, осындай YouTube канал ашып жатқаныңызға мен іштей қуанамын және сәттілік тілеймін. Рахмет. Жұмысыңызға сәттілік. Осы канал арқылы біздің көптеген оқырмандарымыз өзінің көкейіне сауал алып, өзінің құқығын сол арқылы өзінің құқығын қорғауға, құқықтық мәдениеті мен құқықтық сауатын арттыруға егесі, пайдасы тие берсін деп тілек айтқым келеді. Рахмет. Ал енді құрметті көрермендер, мен енді осымен бағдарламамды аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса алдағы уақытта біздің хаттарыңыз, жазуларыңызға болады. Сіздердің сұрақтарыңызға алдағы уақытта арнайы түсірілімдер жасаймыз. Енді осы айтылған сұхбаттың көптеген адамдарға осы керегін алады деген ойдамыз. Жақсы, аманшылықта, жақсылықта кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.